Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлфия. Бүгін өте дәмді кептірілген өрік қосылып дайындалатын салатын жасалу жолымен бөлісемін. Ол үшін бізге тауықтың еті қажет болады. Тауықтың етін мен суға тұз қосып пісіріп алдым. Содан кейін видеода көрсетілгендей ұсақтап 4 бұрышты етіп тураймыз. Туралған тауықтың етін шетке алып қоямын. Келесі кезекте алманы 4 бұрышты етіп тураймыз. Бұл салатқа қатты алма алғандарыңыз дұрыс. Сол кезде салат дәмді болып шығады. Мен жасыл алма алдым. Негізі кез келген түсті алма ала беріңіздер. Алманы шетке алып қоямын. Содан кейін кептірілген өрікті ұзынша етіп ұсақтап тураймыз. Менде өрік кішкене қатты болғандықтан жылы суға салып жібітіп алдым, әрине жуып алдым. Сіздерде егер жақсы жұмсақ өрік болса, онда жуып бірден турай беріңіздер. Өрік дайын. Содан кейін сырды үкіштен өткіземіз. Мен қатты сыр алдым. Қатты жұмсақ болмас, негізі орташа жұмсақ сыр да қосуға болады. Ең басты өздеріңізге ұнайтын дәмді сыр болса, салат та өте дәмді болып шығады. Содан кейін піскен жұмыртқаны қосамыз. Мен мына жерде сарысын және ағын бөліп жатырмын. Себебі жұмыртқаның ағын жаңағы салаттың ең үстіңгі бетіне әдемі болу үшін саламын. Жұмыртқаның сарысында ағында үкіштен ұсақтап өткіземіз. Жұмыртқаның ағында үкіштен өткіздім. Содан кейін салатты жинаймыз, яғни барлық қажетті заттарды турап қойдық. Ең бірінші тауықтың етін саламыз. Содан кейін майонез салып, осылай жағып шығасыздар майонезді. Содан кейін алманы саламыз. Алма қарайып кетеді. Егер қараймасын десеңіздер, лимонның суын қосып алманы араластыруға болады. Сол кезде алма қараймайды. Енді мен лимон суын қоспадым. Бірден туралған алманы салып, үстіне майонез салдым. Сырды саламыз. Сыр өте жұмсақ болғандықтан майонезді құйғаннан кейін үстіне жақпай қойыңыздар сырдың үстіне. Себебі жаңағы салаттың көлемі кішкентай болып қалады. Сондықтан бірден сырға майонезді қосқаннан кейін жаңағы кептірілген өрікті салыңыздар. Кептірілген өріктен кейін жұмыртқаны сарысын саламыз. Майонез саламын аздап. Содан кейін ең үстіңгі бетіне салаттың жұмыртқаның ағын саламыз. Енді бұл жерде өздеріңіз көріңіздер, жұмыртқан сарысында ең үстіңгі бетіне салуға болады салатын, яғни әдемі болу үшін. Салат өте дәмді, биік және тойымды болып шығады, сондықтан жасап көріңіздер. Әдемі болу үшін осы салаттың үстіне кептірілген өрікті қойып шығамын. Негізі өз қалауларыңыз бойынша әдемілесеңіздер де болады. Енді мен салатқа кептірілген өрік қосқандықтан жаңағы үстінде өрікпен әдемі етіп жасадым. Дайын салатты тоңазытқышқа жарты 1 сағатқа қойып қойыңыздар. Сол кезде өзінің формасын жақсы ұстайтын болады. Салат өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Баршаңызға ас болсын. Егер осы салат дайындасаңыздар, комментарийға жазуды ұмытпаңыздар.